Баяғыда ертеде емес бертеде, бақытты балалар мекендеген елде, Макинка деген шағын ауылда әртүрлі маман иелері тату-тәтті өмір сүріпті. Бір күні сол ауылдың орталық алаңында 4 дос полиция, ұстаз, әнші және өрт сөндірушісі кездесе қалады. «Қалайсыңдар, достар?» дейді полиция. «Кеше түнде ұрыны ұстап, бір әжейді құтқардым, тыныштық пен тәртіп менің міндетім» депті. «Жарайсың», дейді ұстаз күлімдеп. «Ал мен балаларға оқуды, жазуды үйретіп жатырмын. Білім бәрінен де қымбат байлық қой» депті. «Мен де қарап жатқан жоқпын», дейді әнші. «Мектепте концерт қойып, әніммен балалардың көңілін көтердім. Ал күй де адамның денсаулығы сияқты маңызды. Мен де кеше орман маңындағы өртті сөндіріп келдім», дейді өрт сөндірушісі. «Қоян мен кірпіні аман алып шықтым», дейді. «Өрттен қорғау менің парызым» депті. Сол сәтте алаңға балалар жинала бастайды. Олар 4 кейіпкерге қарап таңданып тұрып: «Бәріңіз де кереметсіздер, бір бала қандай мамандығын боларын білмей жүреді». Достар бір-біріне қарады да былай дейді: «Егер тек тәртіп сақтап, бірақ балалар білім алмаса, одан не пайда?» Ұстаз айтады: «Егер білім болып, бірақ балалар қауіпсіз болса, одан не пайда?» дейді. Ал оған әнші айтады: «Ал менің әнім жүрекке қуаныш сыйлайды, бірақ қауіп төнсе, ол да көмектеспейді ғой». Өрт сөндірушісі айтады: «Әр қайсымыздың орны бөлек, бірімізді бірімізсіз, біз бір шаңырақтың тірегі сияқтымыз»